Араға 10 минут салып өздеріңізбен қайта тілдескенімізге өте бек қуаныштымыз, құрметті телекөрермен. Көкпардан бірінші әлем чемпионаты дәл қазір сіздердің назарларыңызда, және бұл Астана қаласында бүгін ғана ойналған ойындар. 22 градус жылылықты көрсетіп тұр ауа температурасы. Сонымен бұл ойында Қазақстан Республикасының құрама көкпар командасы өнер көрсетеді. Сондықтан тақымды қысып экранға жақындайтсыңыздар, және Қазақстанның бұл ойында қарсыластары Ауғанстан Республикасының құрама көкпар командасы. Ортадағы төреші Жансаев, халықаралық дәрежедегі төреші, қапталдағы төрешілер Нұрлан Дудай, Жанбатыр Бекмұсаев және Құдірет Жураев. Құдірет Жураев Өзбекстаннан, Жанбатыр Бекмұсаев пен Нұрлан Дудай Қазақстан Республикасының төрешілері. Нұрлан Дудай Ақтөбе облысының өкілі, Жанбатыр Бекмұсаев Оңтүстік Қазақстан облысының өкілі. Ортадағы төреші Жансаев та Оңтүстік Қазақстаннан. Қазақстан Республикасының гимні. Туған жеріміз Қазақстанда әрине өте тартыста бәсекенің куәсі болатын боламыз. Қазақстан Республикасының әнұранын тыңдадыңыздар. Ендігі кезек Ауғанстан мемлекетінің мемлекеттік гимні. Ауғанстан мемлекетінің әнұранын тыңдадыңыздар. Сонымен екі мемлекеттің құрама көкпар командаларының арасындағы бәсеке дәл қазір басталады. Төрешілердің алдында команданың капитандары бастап, барша ойыншылар бір-бірімен сәлем сауқат сұрасқаннан кейін
бір-біріне сәттілік тілескеннен кейін ортада бәсеке басталады. Және ортадағы төрешіні тағы бір айта кетейік, ол Жансаев. Команданың капитаны Бақтыбай Шырынқұлов дәл қазір Қазақстан Республикасының туын өз мәресіне жақындатып тікті. Сонымен бірінші нөмірде Бақтыбай Шырынқұлов, екінші нөмірде Атамекен Нұрсүтемов, үшінші нөмірде Манарбек Дүйсенбиев, төртінші нөмірде Абылайхан Шамбек, 5-те Ермек Көпбей, 6-да Нұржігіт Мырзабаев, 7-де Ұлан Байтуреев, 8-де Темірхан Айтбаев, 9-да Асланбек Сайдулла, 10-да Александр Пупенко, 11-ші нөмір Бағлан Шырымбаев, 12-ші нөмірде Құлажан Тоғайбаев. Команданың бас бапкері, жалпы ұлттық құраманың бас бапкері Қуанышбек Құрамаев. Сонымен осы тізімде өнер көрсетеді біздің ұлттық құраманың сапындағы жігіттер. Ал дәл қазір сіздердің назарларыңызда Ауғанстан құрамасының тізімі. Бірінші нөмірде Наджибулла Жалжони, екінші нөмірде Түркман Монат Ибрахим, үшінші нөмірде Сарбар Мухаммад, төртінші нөмірде Сараджи Абдул Расул, бесінші нөмірде Аймақ Абдул Салам, алтыншы нөмірде Расули Обайдулла, жетінші нөмірде Файзулла Чари, 8-ші нөмірде Фазыл Миналла Кауми, 9-ші нөмірде Малахил Гүлбуддин, 10-ші нөмірде Гүлбуддин Малахаил, ал 10-ші нөмірде айттық, 11-ші нөмірде Чари Файзулла, 12-ші нөмірде өнер көрсететін спортшы Гулам Али Худе. Сонымен бәсеке бастала салысымен ойын ережесін бұзған 10-ші нөмірдегі Гүлбуддин Малахаил көк қағаз алды, яғни 2 минуттық ескерту қағаза. Уважаемые друзья, снова здравствуйте. Вы снова в эфире телеканала Каспорт, и мы наблюдаем один из самых интересных для нас, для хозяев первого чемпионата мира в истории кокпара, мирового кокпара. И сборная Казахстана принимает своих гостей из Афганистана. Не успела начаться игра, как вы уже увидели, разгоряченные на тренировках. Ну и в принципе, на самом деле, очень сильно подготовленные афганские кокпаристы успели нарушить правила. И сейчас вы видите, как судья соревнования Жан Нассаев дает синюю карточку афганскому кокпаристу. А это значит, на целых 2 минуты он выбывает из игры. Жанджани Наджибулла был виновником этого момента. Ну и сборная Казахстана забивает свой первый гол на первом чемпионате мира по кокпару. Және бұл голдың авторы Бақтыбай Шырынқұлов, құлагер көкпар командасының капитаны әрі жаттықтырушысы. Бұл сәйгүлікті топай көк деп те атауға болады, астындағы негізі қарағанды көк деп атағанға ұқсайды. Бапкер, яғни бас бапкері Қуанышбек Құрамаев. Сонымен ойынның 2-ші минутында Бақтыбай Шырынқұлов есепті ашып үлгерді. Дәл қазір біз қайталап көріністен Бақтыбай Шырынқұловтың тамаша салымын көрдіңіздер. Ортадағы төреші Жансаев, міне сіздердің назарларыңызда. Жансаев құлагер көкпар командасының сапында талай мәрте өнер көрсеткен. Қазір таңда Майлыкент көкпар командасының капитаны әрі жаттықтырушысы ретінде өнер көрсетеді. Және Әбілхан Дауылбаевтың турнирінде Жансаев бірінші орынға қол жеткізген. Сонымен Бақтыбай Шырынқұловтың міне салымын көріп отырсыздар. Қайталап көріністен астындағы аты қалай 4 аяқтап кеп тоқтағанын да көрдік. Ауғанстандық ауған шабуылшы бұл жерде атынан алып кете жаздады. Қорғанам деп жүр. Сонымен Кішіңгірде жатқан Серкеге қайтадан талас. Бірінші болып Қазақстан Республикасының құрама көкпар командасының мүшелері жетті, бірақ Серкеге қол ілінбей қалған сияқты. Міне Асланбек Сайдулла Серкені тақымға басуға даяр. Астындағы қараңыздаршы, кәдімгі сүлік қара сәйгүлік.
Не деген тартыс, не деген бәсеке. Бұл жола 9-шы нөмірдегі ауғанстандық палуан Гулбуддин Малахаил кедергісін жасады. Және Гулбуддин Малахаил ойын басталмай жатып 2 минуттық ескерту қағазын алған болатын. Солай қаранарға отырғызылып, қайтадан ойынға араласқан сәтті де көрдік. Ортадағы төреші Жансаев дәл қазір жекпе-жекті бастайтын болады. Және жекпе-жекке шығатын спортшылар қазір Серкені ортаға әкеліп дайын тұр. Обайдулла Расулей қазір ауғанстандық спортшы, 7-ші нөмірдегі 2 минуттық қаранарда отырған спортшы. Ауғанстан құрама көкпар командасы қазір 3 спортшы болып өнер көрсетуде. Қараңыздар, Бақтыбай Шырынқұлов қайтадан шабуылға көшті. Бақтыбай бірақ тақымындағы Серкені әлі ұстап жүр. Бақтыбайдың тақымынан Серкені жұлып алу ол екінің бірінің қолынан келе бермейтін дүние екені айтпаса да түсінікті. Бірақ ауғанстандық спортшының қараңыздар қандай құрыш қолды палуан екенін. Бақтыбайдың тақымындағы Серкені жұлып алуға шақ қалды. Бұл 1-ші нөмірдегі Наджибулла есімді палуан болатын. Бірақ қазір Бақтыбайдың тақымынан Серкені Бағлан Шырымбаев еленіп отыр. Және бұл Бағлан Шырымбаевтың шабуылы қалай болар екен? Әттеген ай, Серкені мәреге тастаған дегенмен шығып кетті. Асланбек Сайдулла Серкеге жабысқанмен қазір Темірқан Айтбаев қайтадан өз тақымына басып алды. Ойынның 6-шы минуты. Серке Темірқан Айтбаевтың тақымында. Құлагер көкпар командасының ойыншысы Темірқан Айтбаев жеке дара келді. Және бұл салам. Өте тамаша, жанкүйерлердің айғайын көрдіңіздер. Темірқан Айтбаев 1982 жылы Оңтүстік Қазақстан облысында туған палуан. Құлагер көкпар командасында өнер көрсетеді бұл Темірқан Айтбаев. Әрине, атаңызға айналған палуандардың бірі һәм бірегейі бұл Айтбаевтар отбасы болып, осы көкпардың жілігін шағып майын ішкен азаматтар. Ағасы Нұрхан Айтбаев та осы көкпар бәсекесінде төрешілік қызметті атқарады. Бірақ бұл әлем чемпионатында біз Нұрхан Айтбаевтың есімін көрген жоқпыз. Оңтүстік Қазақстан облысының ұлттық спорт мектебінің өкілі, сол мектептен шыққан палуан міне Темірқан Айтбаев есепті еселеді. 2-0. Қазақстан құрама көкпар командасы алда. Расымен де бұл ойынға қарап, қазақстандық жігіттердің едәуір тәжірибелі екенін көріп отырмын. Және сіздердің назарларыңызда Қуанышбек Құрамаев, Қазақстан Республикасының құрама көкпар командасының бас бапкері, қаншама чемпиондарды шығарған нағыз бапкер осы Қуанышбек Құрамаевтай болсын дегіміз келеді. Өзде төтті Жамбыл облысында 2 рет және Астана қаласында сол кезде де көптеген жігіттер келген болатын. Соның ішінен іріктеліп алынған ең үздік 12 ойыншы осы жігіттер. Аблайхан Нышанбеков астындағы Алматы облысының сәйгүлігі Құлсарымен қазір шабуыл жасауға дайын. Аблайхан Нышанбек қазір 4-ші нөмірде өнер көрсетуде. Аблайханның тақымынан Серкені жұлып алу ол аспандағы аймен, айды алумен теңдей деп әсіре мақтауға да жөні бар палуанның бірі. Қараңыздарша, Аблайхан Нышанбек тақымындағы Серкені ешкімге бермей, жеке дара ең жылдам Қазақстандағы аттардың бірі Құлсарымен шабуылға шыққан сәті. Және жеке дара келе жатыр. Бұл Аблайханның орындауындағы 3-ші салым болуға тиісті. Және керемет. Міне нәтиже, міне тәжірибе, міне палуан Аблайхан Нышанбек, Оңтүстік Қазақстан облысының Құлагер көкпар командасының ойыншысы. Жастар арасындағы, ересектер арасындағы көкпардан Қазақстан Республикасының чемпионы. Спорт шебері көкпардан 9-ші нөмірде, 9-ші минутта, яғни 4-ші нөмірдегі Аблайхан Нышанбек есепті еселеп 3-0-ге жеткізіп кетті. Және Аблайхан Нышанбек 1994 жылы туған палуан.
Сондай-ақ құрметті көрермен, біз әрбір еліміздің намысын қорғап жатқан спортшылардың қуаныштарымен де бөлісуге тиістіміз деп ойлаймыз. Жақында ғана Абылайхан Нышанбек өзінің үйлену тойын жасады. Отбасылы болды, үйшінен етіп шаңырақ көтерді. Сондықтан бұл қуанышпен де Абылайхан Нышанбекті шын жүректен құттықтаймыз. Астындағы құлсары дейтін Сәйгүлікте ел чемпионаттарында ерекше көзге түсіп жүрген Алматы облысының айғыры. Қараңыздар, Абылайхан Нышанбек атты қалай тоқтатты, қалай ойната біледі. Шеберлік деген осы ғой. Ойынның 10 минут аяқталды, есеп 3-0. Қазақстан құрамасы алда келе жатыр. Да, в самом деле, Кайырхан, очень-очень высокий темп задали хозяева чемпионата мира. Ну и афганским нашим соперникам, что остается делать? Только успевать. И поэтому игра получается очень жаркой. Вы видите, какая пыль поднимается над ипподромом Казанат. И все это благодаря тому, что наша сборная Казахстана играет на своем поле, на чемпионате мира. И, конечно же, в глазах своих болельщиков нужно показывать тот класс, то мастерство, которое они нарабатывали на тренировках. Ну и ту волю к победе, которая передалась им из поколения в поколение. Зов предков. И сейчас вот их наследники показывают мастерство в нашей национальной игре Кокпар. Очередная атака казахстанской команды. И возможно, мы сейчас снова увидим. Да, есть еще очередной гол в ворота сборной Афганистана. И уверенные в своих планах на победу сборная Казахстана сейчас забивает очередной гол усилиями Асланбека Сайдуллы, игроком под номером 9. Для тех, кто только сейчас присоединился к трансляции телеканала Каспорт, еще раз скажем, что это первый в истории Кокпара чемпионат мира. Участвует всего 11 стран. Это не только там, как говорят в спорте, туристы, на самом деле очень подготовленные. Вы видите это по мастерству афганских наших соперников. И география данного турнира, она расширяется вплоть до за океаном. Сборная Соединенных Штатов является одним из самых интересных и загадочных гостей на этом чемпионате мира. Сборная ковбоев, так они себя именуют, из штата Огайо, прилетели из-за океана для того, чтобы почувствовать на себе всю красоту, мощь и силу казахской игры Кокпар. Помимо сборной Соединенных Штатов, есть также сборная Кыргызстана, Монголии, которые считаются также одними из фаворитов чемпионата мира. Афганистан, Венгрия, Россия, Турция. И вот, к сожалению, не смогли прибыть азербайджанские наши друзья, кокпаристы. Ну, тем не менее, разделенные на две группы по 6 команд, мы увидим в течение этой всей спортивной недели, кто станет лучшим из лучших на первом чемпионате мира. Ну и сейчас первая атака сборной Афганистана, но гол не засчитан по правилам современного Кокпара. Серьке, туша козла должна находиться полностью в круге. И ни одна часть, даже ни на сантиметр, настолько все жестко и точно в этой игре не должна выходить за поля этого круга. Расменде Қазақстан құрамасына қарсы осындай тегеурінді өнер көрсету ауғанстандық командадан расында да көп жанкүйерлер күтпегені анық. Өте мықты жігіттер жиналыпты. Қолдары құрыштай кәдімгідей жұлып алуға дайын тұр. Ну и, конечно, надо сказать им спасибо за то, что приехали, несмотря на всю ситуацию в своей стране, они приехали на наш праздник и также являются полноправными членами первого чемпионата мира по Кокпару. Және тағы да 7-ші нөмірдегі ойыншы Пахлаванның біз келесі шабуылды ұйымдастырғанын көрдік, бірақ бұл жолда Серке шеңбердің дәл сызығының үстінде жатыр. Осы себепті де салым саналмайды. Демек қазір Ауғанстан мемлекетінің мәресінің тұсындағы шеңберге Серке қайта тасталатты. Жалпы командалық бәсеке болады. Міне қайталап көріністен байқасаңыздар, қалай доданың арасынан алып шығып кеткенін көру қиын емес. Және жеке дара шығып кетті, қараңыздар. Қандай тамаша. Жеке дара шығып кетіп, асықпай барып тастауға болатын еді, бірақ бұл жерде расменде шеберліктің кішкене ғана жетіспей қалғаны байқалады.
Және Қазақстан құрамасының жігіттеріне қарасақ, кішкене мүмкіндік беріп жүрген сияқты қонақтарға. Қанша дегенмен қонақ сыйлау біздің қазақтың ғұрпында бар дүние. Әрбір осында шауып жүрген батыр балуанның жүрегі кең, қазақтың кең даласындай, өздерінің қақпақтай жауырындай жүректері де кең бұлардың. Сондықтан да дәл қазір ауғанстандық әріптестеріне барынша мүмкіндік жасауда. Өздерінің формаларында Қазақстанның атын әлемге мәшһүр етіп жатқан Экспо 2017 халықаралық көрмесінің логотипінде жабыстырып алыпты ауғанстандық жігіттер. Міне бұл салым болуға тиісті, бірақ тағы да мәре сызығының шетіне тиіп қалды. Серкенің 4 аяғы да 4 сирағы да тиіп жатқандықтан бұл саналмайды. Әрине Манарбек Дүйсенбиев дәл қазір Серкені алып келген Әулие-Ата көкпар командасының ойыншысы. Жалпы командалық тартыс әрі қарай жалғасады. Ауғанстандық балуандар бір салым салғанша қазақстандық біздің жерлестеріміз барынша мүмкіндік беріп жүрген сияқты. Әрине тақым қысып Қазақстанға жанкүйерлік танытамыз. Мұндайда қатты қысып ойнауға да болмайтын шығар. Көрейік қалай болар екен. Тіпті қазір Атамекен Рүстем Серкені алып беруді мүмкін қарсыластарына. Серкені еңкейімдеп, соңына дейін еңкейімдеп Файзулла Чари. Көмектескен болатын. Бірақ десекте одан ештеңе шықпады. Сонымен ары қарай тартысты бәсеке жалғасады. Ауғанстан құрамасының келесі бір шабуылы мәреге өте жақын қалды. Және бұл салым, құрметті көрермен. Ойынның 18-ші минутында Ауғанстан құрама көкпар командасы қоржындарына бір салым салып отыр. Бұл салымның авторы Обайдулла Расули. Да, поаплодируем стоя нашим гостям из сборной Афганистана. Усилиями Обайдуллы Расула они сумели забить свой первый гол на чемпионате мира по кокпару. И кому? С хозяевам турнира, одним из явных фаворитов чемпионата мира. На любых соревнованиях, так, наверное, нужно будет говорить, что ж тут скрывать. Потому что сборная Казахстана всегда играет на очень высоком уровне. Ну и, видите, все-таки с третьей попытки сумели они забить гол. И по праву размывают они счет в этой игре. И сейчас очередная атака. Сейчас они все, видите, обе команды скачут в сторону малого круга. Ну и сборная Казахстана. Здесь вы видите, что также идет своя тактика. Нужно первым пересечь, прийти к кругу, подхватить тушу козла Серке и бежать к своим воротам для того, чтобы забить гол. Ну а соперники в это время придерживают. Асланбек Сайдулланың тақымында Серке және командалық әріптестерінің қандай жәрдем беріп жатқанын көріп отырсыздар. Асланбек Сайдулла мәреге жақындауға шақ қалды. Десекте шабуылды әрі қарай жалғастыруға мүмкіндік бар. Тақымнан Серкені ажыратқан жоқ. Асланбек Сайдулланың тақымында өте тақымкеш балуандардың бірі және жеке дара шақты бұл салым. Есеп 5-1. Асланбек Сайдулла бұл салымның авторы. Осылайша Асланбек Сайдулла дәл осы ойын барысындағы дубльдің авторы. Яғни 2 салым салған шабандоз ретінде тіркеліп отыр. Асланбек Сайдулла лагер көкпар командасының ойыншысы қазіргі таңда Оңтүстік Қазақстан облысында өнер көрсетеді. Сол өңірдің балуаны. Қазақтың намысын осылайша жерге жықпай, жанкүйерлердің жігерін жасытпай, тағы бір әдемі салымдың куәсі етті Асланбек Сайдулла. Қараңыздар, қандай тактика, қандай әдіс, қандай айла. Қалың додан ар айналып, бер айналып жүріп, астындағы аты да өте басы қайым екенін көрсетті. Айналып кетті, доданы кеп тастады. Тура мәренің қақ ортасына Жансаевтың алдына кеп беріп кетті ғой Серке. Міне шеберлік деген осы болса керекті. Сонымен төрешінің ысқырығы кіші шеңберде жатқан Серкеге бүкіл команданың ұмтылуына жағдай жасайды. 20 минут осылайша аяқталды. Яғни бірінші кезең көзді ашып жұмғанша
өте шықты. Міне нағыз көкпар, нағыз мықтылық осы. Есеп 5-1. Қазақстан көкпар командасы алда. Әрине Ауғанстанның жігіттеріне 3 мүмкіндікте бір салым салуға әйтеуір жағдай жасады. Месел қайтпасын деген болуға тиісті. Әрбір кезеңде бір-бір салымнан салдырып тұрса, Ауғанстан үшін ол да үлкен жетістік сияқты. Өйткені Қазақстан осы жарыстың басты фаворитінің бірі, ең мықты командасы болып саналады. Қараңыздар, аттың үстінен қалай секіріп отырып қалған. Бұл Бақтыбай Шырынқұловтың бүгінгі жарыстың шымылдығын түрген салымы екенін естеріңізге сала кетейік. Және дәл осылай біздің жігіттер қатарынан 5 салым салды. Темірхан Айтбаев өте шебер ойыншы. Темірхан Айтбаевтың тақымкештігі еліміздің біраз өңірінде аңызға айналып айтылып жүр. Ну что ж, уважаемые друзья, зрители телеканала Каспорт, вы сами были свидетелями, как в первом периоде сборная Казахстана по кокпару сумела забить 5 голов, тем самым 4 игроков на поле, можно сказать, каждые 4 минуты забивали голы на этом чемпионате мира в первом периоде. Ну а сборная Афганистана сумела также отыграть 1 очко, и сейчас счет 5-1, второй период. И снова так же, как и с первых секунд данного матча, идут вперед хозяева турнира. Вот мне на самом деле нравится Кайырхан. Александр Пупенко. Да, Александр Пупенко один из самых известных кокпаристов сборной Казахстана, о котором говорят очень много на самом деле. Очень давно уже он в кокпаре, знает все тонкости игры. У него есть целая армия своих болельщиков, поклонников. И сегодня он по праву занимает свое место в национальной сборной. Уже говорил вам не раз и не два, Кайырхан, что перед чемпионатом мира был чемпионат Республики Казахстан, и определяли сильнейшие кокпаристы со всей страны. 14 регионов сражались за право быть в сборной Казахстана. Ну и здесь сильнейшие, лучшие из лучших мы видим на ипподроме Казанат. Один из них, Александр Пупенко, записал на свой счет очередной гол. Счет 6-1 в пользу хозяев поля. Құрметті көрермен, Александр Пупенко жалпы Астана қаласының тумасы, негізінен 1988 жылы туған. Палуан, сіздердің назарларыңызда. Және Александр Пупенко Астананың Тұлпар көкпар командасының сапында өнер көрсеткен болатын. Қазір таңда Маңғыстаудың Адай-ата көкпар командасының сапында өнер көрсетеді, және сол Адай-атаның жастар құрамасын жаттықтыратын жігіттердің бірі. Өте тәжірибелі ойыншы, және былтырғы көшпенділер ойындарында да Александр Пупенко ерекше көзге түскен. Қайтпайды, ер жүрек. Жалпы көкпарға ең әуелі күш керек, жігер керек, физикалық дайындық керек. Содан кейін ең бастысы жүрек керек. Бағлан Шырынбаев дәл қазір. Ну еще я заметил бы, Кайырхан, что 7-1 есеп Бағлан Шырынбаевтың салымы. Что нужно здесь в этой игре в кокпар очень быстро думать. Потому что любую секунду ситуация может повернуться не в твою сторону, и в гуще событий нужно соображать очень быстро. Причем должен соображать не только всадник, как бы это ни звучало, но и сама лошадь, да, сам конь. Потому что порой мы видим, как сама она скачет, натренированы все-таки наши казахские лошади, особенно те, которые участвуют в кокпаре. Очень быстрые, очень выносливые, массивные такие, могут пробивать буквально стену своей грудью наши казахские кони. Ну и отдельного комплимента, конечно же, заслуживают наши кокпаристы. Все-таки это, наверное, тоже, опять же, зов предков. Наверное, у нас в крови сидеть вот так вот красиво в седле. Очень красиво сидят наши кокпаристы. И даже видели мы до этого противостояние сборной России и Венгрии. На голову, на целую голову выше все-таки наши кокпаристы. Ну и вот Куанышбек Курамаев, главный тренер сборной Казахстана по кокпару, очень напряженно, несмотря на то, что его подопечные ведут с хорошим счетом. Тем не менее, ни на секунду он не улыбнется, он смотрит на матч, он фиксирует каждый момент, каждую секунду данного поединка, противостояния. И пока не услышим мы финальный свисток, мы знаем, что этот тренер не успокоится, и будет он смотреть, наблюдать, подсказывать. Әрине, дәл қазір Абылайхан Шамбековтың тақымында Серке, және ол
ешкімге тақымындағы серкені бермей әрі қарай шабуыл жасауға дайын тұрған секілді. Алайда ауғанстандық балуандардың қараңыздар қандай күштері мығым. Буквально мертвая схватка, вцепился он в эту тушу. И очень жесткое, очень интересное противостояние сейчас мы наблюдаем. Еще раз нужно сказать, выразить благодарность нашим афганским друзьям. Они не выглядят мальчиками для битья, не выглядят туристами. Они выглядят сами настоящими соперниками, достойными соперниками. И вот сейчас они противостоят фаворитам турнира. Және бұл шабуылдар салым болуға тиісті. Қазақстандық құраманың жігіттері де барынша жағдай жасап бергенін көрдіңіздер. Осылайша болуға тиісті қонақсылау. В круге все-таки. И мы видим, что 7-й номер сборной Афганистана Жалкани Наджибула, который в самом начале игры получил первую синюю карточку. 2 минуты было у него штрафа. Видать, все-таки выслушал он от своего тренера нужные слова. Ну и сам реабилитировался в своих глазах, потому что сейчас второй гол в ворота сборной Казахстана именно зачислен на счет этого спортсмена под 7-м номером. Расымен де Ауғанстан құрамасының сапында өнер көрсетіп, дәл осылай тегеурінде қарсылық білдіру өте тамаша жетістік деп ойлаймыз. Екінші салымдарын салып кетті осылайша. Қалың доданы, бірақ біздің жігіттер ақырын аттарының басын қайтарып, мәреге жақындатып әкеп берген секілді. Бәсеке әрі қарай басталды. Серке ойын алаңның сыртына шығып жатыр. Расымен де көкпар ережесінің қандай қатаң екенін көрдіңіздер. Серкенің бір ғана сирағы алаңның сыртына шығып кетіп еді, ортадағы төреші ойынды тоқтатты. Яғни ойын әрдайым ортада жалғасуға тиісті. Қазір жекпе-жек сайысы орын алатын болады. Дәл қазір Чари Файзула, тренер сборной Афганистана, сейчас дает какие-то инструкции своим подопечным. Ну и вот, судя по всему, какой-то спорный момент сейчас решают они с главным судьей соревнований. Және ортада жекпе-жек басталды. Бағлан Шырымбаев тағда. Өздеріңіз көріп отырсыздар. Және оның қарсыласы Гулам Али Хедде. Жоқ, кешіріңіздер, Гүлбуддин Малахаил оның қарсыласы. Бақтыбай Шырынқұлов енді. 2 минуты дается на то, чтобы взять Серке в свои руки. Ну а далее, если не получится у этой пары спортсменов, то их будут менять. Бақтыбай Шырынқұлов қазір Серке Еңкеуге тиісті қалай қарсылық білдіреді. Жекпе-жектердің аттары да өте күшті Ауғанстан құрамасының. Жекпе-жектің аттарының қалай өнер көрсетіп жатқан көріп отырған шығарсыздар, құрметті көрермен. Серкеге жақындатпайды қарсыласын. Кәдімгі жата жастана қорғанатын болып тұр ғой. Қазір міне Бақтыбай Шырынқұловтың қолы ілінді, демек тақымға басты деген сөз. Сонымен ары қарай талас жалғаса беретін болады. Екеуі Серкеге таласып жатыр. Өзі қазақ атқа қонған кезде, Серкені тақымға басып, қамшыны тістенген кезде арқаланатын халықпыз ғой. Алып күш, бұла күш, тұла бойымызды билеп кетеді. Сондықтан да бұл жерде біздің жігіттердің қандай қарсылық болса да қалың доданы қақ жарып өте шығатыны түсінікті. Бақтыбай Шырынқұлов дәл қазір Серкені тақымға басып, шабуылға көшуге дайын. Командалық әріптесі Ермек Көбей. Жоқ, Александр Пупенко қазір. Александр Пупенко. Салым! Өте тамаша. Александр Пупенко командалық әріптесі Бақтыбай Шырынқұловтан Серкені алды да тамаша салымға үлестіріп кетті. Есеп 8-2 құрметті көрермен. Александр Пупенко осылайша тамаша салымның авторы атанып отыр. Сонымен ары қарай бәсеке
өзі жалғасады. Бұл жерде Бақтыбай Шырынқұловтың жекпе-жектен қалай алғанын режиссерлар назарларыңызға ұсынып отыр. Бақтыбай Шырынқұлов осы жерде алып шықа салысымен командалық әріптесі Александр Пупекаға серкені ұзатып жібергенін көрдіңіздер. 13 нөмірдегі Гүлбуддиннің де өте тамаша ойыншы екенін жекпе-жекте біз байқадық. Қараңыздар, шаттың қапталымен қалай жауап алады. Это все тактика на самом деле, это все наработанное на долгих упорных тренировках. Мы видели, как в нужную секунду подскочил Александр Пупенко и сумел вовремя схватить Серке в свои руки у Бақтыбая Шырынкулова. Ну и сейчас, вы видите, все это ознаменовалось очередным голом, очередным очком. Снова сборная Казахстана идет впереди, имею в виду вперед за тушей Серке. Пока шла основная борьба, вы видели тактически, как это было красиво. Пока шла основная борьба слева, на ваших экранах, наши земляки сумели подхватить Серке, и снова скачут они к своим воротам для того, чтобы забить очередной гол. Еще есть 10 минут до конца этого противостояния. Асланбек Сайдулланың тақымында Серке. Асланбек Сайдулла өзі шабуылды жалғастыра ма екен, әлде командалық әріптесіне ұзатып бере ме? Серкен көрейік, міне Ермек Көбей Серкеге жармасты және тақымға басқанын көрдік. Ермек Көбейдің тақымында Серке. Ермек Көбей Жамбыл облысының палуаны, қазір таңда Маңғыстаудың Адай атасын сапында өнер көрсетеді. Қазір асықпай, аптықпай, қай жермен шабуыл жасайтынын бағамдап көруде. Бір қарсыласты артта қалдырды. Екіншісінен де оза шапқанын көрдіңіз. Күреңнің қалай жылдам екенін көрдіңіз. Күлдірді күлдір күсін етіп күреңді мінер мекенбіз деген осы шығар, құрметті көрермен. Және Ермек Көбейдің тақымында әлде болса Серке. Ермек Көбей қалай болар екен? Дәл қазір Серкені тақымына басып, шабуылды әрі қарай жалғастыруға дайын. Қамшыны тіске бастырып қойып, аттың тізгінін босата тастап, мәреге қарай шаба жөнелуде және жеке дара келді. Бұл салым болуға тиісті және салым. Өте тамаша, не деген шеберлік. Сіздердің назарларыңызда Ермек Көбей, құрметті көрермен. 9-шы салымның авторы осы ойында. Қазақстанның қоржынында 9 салым бар. Есеп 9-да 2. Енді қазақстандық құраманы біз осы жеңісімен құттықтай берсек болатын шығар, өйткені небәрі 8 минут қана уақыт бар бәсекенің аяқталуына. Бұл 8 минуттың ішінде ауған жігіттері енді ғайыптан бірдеңе пайда болмаса 7 салым айырмашылығын толтырады деген ақылға сыймайды. Да, в самом деле 9-й гол, его нельзя назвать залетным, очень продуманный, очень тактически верный со стороны Ермека Көбея. Ну и ознаменовался он счетное табло 9-2 в пользу хозяев чемпионата мира. Очередной раз бегут все кокпаристы. Сейчас вот к малому кругу. Кышещенберг, как называют его по-другому, по-казахски. И снова наши кокпаристы первыми берут в руку, в свои руки. Нет, сейчас, да, как раз таки сейчас будет стартовый свисток к очередной атаке. Мы видим, да, на самом деле, как наши кони, казахские лошади, буквально чувствуют они все мысли своих всадников, своих хозяев. И в любой атаке действуют очень верно, очень сверенно. Снова круговорот событий в центре поля. Не всегда, конечно же, можно увидеть, у кого сейчас в это время. Да, афганцы сумели схватить Серке в свои руки. И скачут они к своим воротам. Но нелегко, конечно же, это сделать. Нелегко сделать, несмотря на всю простоту, на кажущуюся. Потому что в кокпаре, как и в любом игровом виде спорта, есть свои... Ох, вот какая ситуация сейчас тяжелая для афганских спортсменов. 8-й номер сборной Афганистана Кауми Фаза Миналла сейчас упал вместе со своим конем. Және біз қазір көк қағазды көрсеткенін көрдік. Және төреші қалай
Это не үшін алғанын в сторону көрсетті. сборной Казахстана, да, синяя карточка? Нұржігіт Мырзабаевқа берілді. Көк қағаз Нұржігіт Мырзабаев, Құлагер Көкпар командасының ойыншысы, ұлттық құраманың сапында бірнеше жылдан бері өнер көрсетіп жүрген азаматтардың бірі. Енді бұл жерде қараңыздар, атпен қатты қаққан. Міне жерде қатты, міне анық көрініп тұр. Шабуыл жасап жатқан кезде аттың екпінімен, алқымымен қаққаны үшін 2 минутқа Нұржігіт Мырзабаев Қаранарға отырғызылды. Әрине, айбалаңы Қаранар, қазақтың тілімен айтқанда, ортадағы төреші Жансаев. Әділ төрелігін көрсеткенін көрдік, қазақ екен деп бүйрегі бұрылған жоқ, бармағы басылмады. Барлығында да әділ төрелігін көрсетті. Өзінің былайша айтқан кезде жерлесі, інісі Нұржігіт Мырзабаевты осылайша 2 минут Қаранарға отырғызып тастады. Өте енді төрешілердің бұл жерде әділдігін көрсетсе керекті. Да, виновато улыбается Нуржигит Мырзабаев. Но правило есть правило, даже для хозяев чемпионата мира. Өте дұрыс айтасың. Сонымен ортада жекпе-жек сайысы орын алуға тиісті. Бәсекенің аяқталуына небәрі 3 минуттан сәл ғана көп уақыт қалды. Жансаев ортадағы төреші, халықаралық дәрежедегі төреші екенін айттық. Жансаевтың ысқырығы, яғни пәрменімен ортада жекпе-жек сайысы басталатын болады. Дәл қазір Серке дәл ортаға түспей жекпе-жек басталмайтыны ақиқат. Сол үшін де дәл қазір біз төрешінің ысқырығын күтіп отырмыз. Сонымен құрметті көрермен, бүгінгі бәсекеде 2 салым салған спортшыларды ата кетейік. Ол Асланбек Сайдулла, Құлагер Көкпар командасының ойыншысы, Ғани Ахметбаев мырзаның шәкірттерінің бірі. Және одан кейін Александр Пупенко, Астана қаласының тумасы, қазір таңда Маңғыстаудың Адай атасында ұлттық спорттың дамуына сүбелі үлес қосып жүрген азаматтардың бірі Қанағат Сүйебаевтың қол астындағы қызметкері. Сондай-ақ ең бастысы бүгінгі бәсекеде ұлттық құраманың, қазақтың намысын қорғап жүрген өзіміздің Сашабай ғой енді айтқанда. Сонымен дәл қазір Бақтыбай Шырынқұловтың кезекті шабуылы атпен қалай итеріп кетеді, қараңыздар, шіркін-ай. Бақтыбай Шырынқұлов бұл шабуылды әрі қарай нәтижелі ұйымдастыра алар ма екен? Тізгіннен ұстауға болмайды. Бірақ төреші бұл жерде байқамай қалған секілді. Өзі де байқамай қалған секілді. 8-ші нөмірдегі ауғанстандық спортшы Фазыл Миналла Кауми тиісінше Серке ойын алаңының сыртына шығып кетті. Енді ортада жекпе-жек сайысы болуға тиісті. Бәсекенің аяқталуына 2 минут уақыт қалды. Есеп 9-2. Міне сіздердің назарларыңызда Тәжікстаннан келген құрама команда. Сонымен Ауғанстан мен Қазақстан арасындағы бәсекені өздеріңізде тамашалап отырсыздар. Қазақстанды жеңісімен осы бастан құттықтай беруге болады, бірақ Қуанышбек Құрамаевтың жаңағына өздеріңіз жүзін байқадыңыздар. Жүзінде ерте қуануға тым ерте деген сипатты байқаймыз. Бақтыбай Шырынқұлов пен Кауми Фазыл Миналланың арасындағы жекпе-жек, және бұл жекпе-жекте де Бақтыбай Шырынқұлов жеңіске жетті, және Манарбек Дүйсенбиевтің тақымында Серке аттеген-ай. Манарбек Дүйсенбиев Жамбыл облысының Әулие-Ата Көкпар командасының сапындағы ойыншы. Қазақстанның 7 дүркін чемпионы Манарбек Дүйсенбиевтің алып келген серкесі шеңбердің қақ ортасына түспей қалды. Манарбек Дүйсенбиев ұлттық құраманың сапындағы ойыншы. Сонымен қатар қазір таңда Нұрдәулет Момынов басқаратын Әулие-Ата Көкпар клубының белді ойыншыларының бірі. Бүкіл көкпаршылардың, жанкүйерлердің жадында Нұрдәулет Момыновтың орынбасары ретінде сақталған азаматтың бірі осы Манарбек Дүйсенбиев. Сонымен Манарбек Дүйсенбиевтің бұл шабуылы нәтижесі болды. Бәсекенің аяқталуына небәрі 23 секунд уақыт қалды. Барлығы да айқын, уақытта сіздердің назарларыңызда. Әрбір жанкүйер төреші болуға тиісті. Сондықтан да барлығын көріп отырсыздар анығын. Дәл қазір осы шабуылды соңына дейін күтуге бола мекен, көрейік. Бұл Атамекен Нұрсүтемов әкеп тастаған болатын әттеген-ай, бірақ Серке мәреге тасталған жоқ. Қазір төрешінің ысқырығы естілуге тиісті.
Төрешінің ысқырығы естілді, демек ойын өз мәресіне жетті. Атамекен Нұрсүтемов те бұл салымды сала алмай қалды Манарбек Дүйсенбек екеуде. Қуанышбек Құрамаев пен Файзулла Чари өзара қол алысып қате кеткен жерлер болса кешірім сұрап жатыр. Сіздердің назарларыңыз және Қанағат Сүйебаев мінекей. Қазір осылайша Қазақстан Республикасының құрама көкпар командасы мен Ауғанстан Республикасының құрама командаларының арасындағы бәсеке өз мәресіне жетті және есеп 9-2 алаң иелерінің пайдасында. 9 салымның авторлары бұл жерде Бақтыбай Шырқұлов, Ермек Көбей, Абылайхан Нышанбек, Темірхан Айтбаев, Асланбек Сайдулла, Александр Пупенко және Бағлан Шырымбаев. Манарбек Дүйсенбек пен Атамекен Нұрсүтемовтің салымдары өкінішке қарай дәл мәренің қақ ортасына түспей қалды. Сонымен құрметті көрермен, көкпардан тұңғыш рет Астана төрінде өтіп жатқан әлем чемпионатының бұл екінші ойын сіздердің назарларыңызға ұсындық. Қазспорт телеарнасының эфирінде сәлден соң өздеріңізбен қайта қауышамыз және өте тартысты ойын болады. Ол Моңғолия мен Қырғызстан құрамаларының арасындағы кездесуді тамашалайтын боламыз. Сондықтан Қазспорт әрбір шаңырақта қосылып тұрсын. Арнамыздан алыстамаңыздар.